Сәлем достар, бүгін біз ютубтағы ең танымал екі қазақ ютуберді салыстырамыз. Олар Али Кезет және Досымжан. Екеуі де елге танымал, екеуі де көп көрермен жинаған. Бірақ сұрақ, екеуінің ішінде кім мықты? Бүгін біз соны анықтаймыз. Достар, Бақтыгүл апаның арнасына жазылдыңыздар. Күнделікті өмірдің қуанышы, денсаулық пен сергектің құпиялары, ауыл тіршілігінің жылуы бәрі осы арнада. Бақтыгүл апай жасарып, сирек жүрудің жолдарын өз тәжірибесімен бөліседі. Дәстүрлі тағамдар, отбасы құндылықтары, саяхаттар, шабыт сыйлайтын ойлар әр видеосы жүрекке жылы тиеді. Егер сізге өмірге деген мотивация, табиғи өмір салты, ұлттық тағамдар рецепттері ауылдың тынысы ұнаса, бұл арна дәл сіз үшін. Қолдау көрсетіп, арнаға жазылып қойыңыз. Канал описанияда. Бізде барлығы 6 бөлім болады. Әр бөлімі тек 1 ұпай беріледі. Сонда кім көп ұпай жинаса, сол жеңімпаз. Достар, егер сізге Али Кезет Досымжан ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, коммент қалдыр. Біз онда бастаймыз. Ютубтағы ең басты көрсеткіш жазылушылар саны ғой. Қараңыздар, Али Кезет арнасында қазір 3 миллион жазылушы бар. Ал Досымжанда 417 мың және екінші каналында миллионнан астам. Екеуі де үлкен көрсеткіш, бірақ айырмашылық айқын. Али Кезет ютубта көптен келе жатқан тәжірибелі блогер. Көп адам оны бала кезден көреді. Сондықтан бұл ұпайды сөзсіз Али Кезет алады. Ютубта белсенді болу өте маңызды. Кім жиі видео салса, сол тез өседі. Али Кезет арнасында 1400-ден астам видео бар. Ол әрқашан жаңа видео шығарып отырады. Ал Досымжан арасында 105 видео бар. Аздау, бірақ ол әр видеосын сапалы етіп түсіреді. Дегенмен белсенділік жағынан ұпайды тағы да Али Кезет иеленеді. Али Кезетте 2 ұпай. Контент және көңіл күй. Али Кезет ойнап, көңілді атмосфера жасайтын блогер. Оның видеолары әрқашан позитивке толы. Көріп отырсаң, көңілің көтеріліп кетеді. Ал Досымжан болса, реакция, челлендж және түрлі қызықты видео жасайды. Ол шетелдік видеоларға қазақша реакция жасап, біздің елде жаңа формат алып келді. Екеуі де ерекше, бірақ жаңалық пен идея жағынан бұл ұпайды Досымжан алады. Досымжанға 1 ұпай. Монтаж және сапа. Али Кезет монтажын шебері. Әр видео сапалы, эффект пен дыбыс тамаша. Видеоның ұзақтығы 40 минут болса да, көрермен зерікпей көреді. Досымжанда жақсы монтаж жасайды, бірақ ол әлі тәжірибе жинап жүрген жас контент-мейкер. Монтаж жағынан бұл ұпай тағы да Али Кезетке беріледі. Али Кезет 3 ұпай, Досымжанда 1 ұпай. Танымалдық және әсер. Али Кезет Қазақстанда ғана емес, Орта Азиядағы ең танымал ойын арналардың бірі. Оның фанаттары көп. Тіпті кішкентай балалар оның стилін қайталап ойнайды. Досымжан болса, кейінгі жылдар тез көтерілді. Ол қазақ ютубының жаңа буыны, көрермендерді белсенді, комменттері өте жылы. Бірақ әсер мен танымалдық тұрғысынан ұпай тағы да Али Кезетке барады. Идея мен креатив. Ютубта ерекше бол өте маңызды. Али Кезет ойын арқылы күлкі сыйлайды, бірақ оның форматы тұрақты, көп өзгермейді. Досымжан болса, әр видеода жаңа ой салады. Мысалы, Мистер Бестке реакция, қызық тәжірибелер, ойын мен комедияны араластырып көрсетеді. Ол ізденеді, жаңа бақыттар іздейді. Сондықтан бұл ұпайды Досымжан иеленеді. Али Кезетте 4 ұпай, Досымжанда 2 ұпай. Сонымен жеңімпаз Али Кезет. Ол ең белсенді, ең танымал және ең көп жазылушы жинаған қазақ ютуберлерінің бірі. Бірақ Досымжанда мықты. Ол креативті жаңа идея келіп, ютубта өз жолын салып келе жатыр. Болашақта ол да миллион жазылушыға жетеді деп сенеміз. Енді сенен сұрақ досым, сен кімнің фанатысың? Али Кезеттің бе, әлде Досымжанның ба? Комментке жазып кет. Видеоны лайк бас, арнаға жазыл. Біз шығарылма тағы да ютуб жарыс болады. Тағы кімді жарыстырайық? Көріскенше достар. Сен Роблокста бір қараңғы бөлмеге кіріп, кенеттен есіктің өзі жабылып қалған елестетіп көрдің бе? Ал экранда
Қашып үлгер, әйтпесе ол сенің таулат деген сөз шықты ма? Бұл жай ойын ба, әлде шын мәнінде бірдеңе болып жатыр ма? Сәлем достар, Roblox әлемдегі ең жұмбақ әрі қорқынышты сұмдығы туралы видеома қош келдіңіз. Бұл тек аңыз ба, әлде шындыққа негізделген оқиғалар ма? Соңына дейін көр. Өйткені мен саған Robloxтағы ең танымал қорқынышты ойындар мен жұмбақ аккаунттардың шынайы тарихын айтып беремін. Алдыңғы видеодағы комментарияларды мен бөліп алдым, қайсы ұнайтындарын. Және келесі роликте кім 1000 теңге ұтып алған айтатын боламын. Ал әзірше осы жерге комментарий жазынып, очко жинап алып, ең мықты комментарий атанып кетіңіз. Яғни ең көп комментарий және ең көп лайк жинаған комментарий ертеңгі видеода 1000 теңге ұтады. Достар, алдыңғы видеоларды көріп кетеміз. Қызықты видеолар болды. Ал осы видео запись бойынша шықты. Достар, онда көп ұзамай бастайық. Өзіңізді бірге шай, кәмпит алып, осы видеоны рахаттанып көріңіз. Онда бастайық. Бүгінде миллиондаған балдар мен жастар Roblox ойынын ойнайды. Бірақ сен білесің бе, бұл ойын алғаш рет 2004 жылы пайда болған. Ал сол кезде ол мүлдем басқаша болатын. Барлығы Дэвид Башуки және Эрик Кассел есімді екі инженерден басталды. Олар балаларға тек ойнау ғана емес, өзі ойын құра алатындай платформа жасау туралы армандады. Сол арман нәтижесінде Dynny Blocks деп аталған алғашқы нұсқасын жасалды. Бірақ бұл атау көпке ұнамады. Сондықтан 2005 жылы олар оның атын Roblox деп өзгертті. Бұл сөз роботтар немесе блоктар сөздерін құралған. 2006 жылы Roblox ресми түрде көпшілікке ашылды. Алғашында бұл қарапайым графикасы бар пиксельге ұқсас ойын еді. Бірақ бір ерекше нәрсесі болады. Ойыншылар өз ойындарын жасап, басқа адамдарға ойнауға бере алатын. Уақыт өте Roblox платформасы бүкіл әлемге тарады. 2010 жылдан кейін оның қолданушылары күрт өсті. Ал 2020 жылы пандемия кезінде Roblox ең танымал ойын платформалардың біріне айналды. Себебі балалар мен жасөспірімдер үйде отырғанда достарымен виртуалды әлемде кездесіп, бірге ойнауға мүмкіндік алды. Robloxтағы ең алғашқы ойындардың бірі Rocket Arena деп аталды. Roblox ішіндегі ойындарда экспрессив тәжірибе деп атайды. Себебі әрқайсысы бір әлем сияқты. Қазір Robloxта 60 миллион астам ойын бар. Roblox жай ғана ойын емес, бұл болашақ программистер мен дизайнерлерге арналған шығармашылық алаң. Оның тарихы арманнан басталған үлкен жетістік тарихы. Егер сен де өз ойынды жасап көргің келсе, дәл бүгіннен бастауға болады. Себебі сен идеяң бүкіл әлемді таң қалдыратын келесі хит ойын болуы мүмкін. Бірақ та Robloxта сұмдықтар да жетерлік. Мен жай ғана достарыммен бірге Roblox ойнап отырғам. Бір кезде экранда белгісіз жазу пайда болды. Сен бізден қаша алмайсың. Сол сәттен кейін бәрі өзгере бастады. Бәлкім сен де Robloxта қорқынышты сәттерге тап болған шығарсың. Roblox бұл миллиондаған ойын бар. Керемет әлем, бірақ оның ішінде сұмдыққа толы. Қараңғы жағда бар екені рас. Бұл жай аңыздар ма, әлде шынайы оқиғалар ма? The Maze. Сенің орнынан иретін елес. Бұл ойын жапон қорқынышты аңыздарға негізделген. Сен қараңғы мектепке түсіп кетесің. Ал сенің соңынан жалған қызыл көзі құбыжық ереді. Ол әр бұрыштан кенеттен шыға келуі мүмкін. Ойын кезінде жүрегін тоқтап қалатындай сәттер көп. 2021 жылдың күзінде бір Roblox ойыншысы TikTokта ерекше видео жариялады. Онда ол кейісік бір ойынға кіріп кеткен айтады. Ойынның аты Smile Jeep. Бірақ Robloxта онда ресми ойын жоқ еді. Ойын ашылған сәтте бәрі күңгірт болды. Тек бір ұзын дәліз, ал қабырғалар және қабырғада бір сурет. Сол сурет шынайы өмірдегі белгілі Smile Ape интернет мифі күлімсіреген, бірақ көзқарасы жан түршіктіретін иттің сурет еді. Ойыншы жақындап көрмек болды, бірақ экран кенеттен қара болып, ойын автоматты түрде жауалып қалды. Кейін ол қайта кірмек болды, бірақ Roblox аккаунты бұғатталған,
ал профилінде бір түрлі сөз пайда болған. Сен оны көрдің, енді сен де күлімсірейсің. Көп ұзамай бұл видеоны кең тарап кетті. Басқа ойыншыларды дәл осындай ойынға кіргенін айтып, суреттің көзін ұмыта алмай жүргенін жазды. Бірақ Roblox ресми түрде ойынның ешқашан болмаған мәлімдеді. Онда не болды? Бұл шын болған ба әлде миф пе, ешкім нақты білмейді. Бірақ Roblox әлемінде кей ойындар жай ғана гейм емес, олар сенің есіне мәңгі қалуы мүмкін. Roblox жай ғана ойын сияқты көрінгенімен, оның ішінде тылсымға толы, түсініксіз, тіпті қорқынышты әлемдерде бар. Кейбір есіктерді ашпас бұрын ондағы нәрсеге дайын екенін ұмытпау керек. Мүмкін бұл жай миф, ал мүмкін ол біреу артынан қарап тұр шығар. Егер саған бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достармен бөліс. Комментарияға сен қай аңыздан қорықтың жазып қалдыр. Ең қызықты жауап келесі видеода оқылады. Конкурс туралы ұмытпа. Түн тыныш болсын. Robloxта кездескенше сау бол. Красавчик! Дайынсыңдар ма балалар? Я, Султанус. Чё-то естімей тұрмын. Үтті я, Султанус. Кім ютубер красавчик? Султанус, братан. Кімнің подписчиктері өте күшті? Султанус, братан. Кімнің видеолары күшті? Султанус, братанның. Султанус, братан. Султанус, братан. Султанус, братан. Султанус. Мистер арнағарсыз лайк басыш. Бала кезімізден көріп өскен Губка Бобы шалбар мультфильмі көптеген ұрпақтың жүрегінде ерекше орын алған шығарма. Оның жарқын түстері, көңілді кейіпкерлері мен күлкілі сюжеттері бізге тек қуаныш сыйлағандай көрінеді. Бірақ бұл мультфильм шын мәнінде қараңғы шындықтарға, жасырын астарларға толы екенін білдім бе? Сәлем достар, сіздермен бірге Султанус арнасы. Бастамай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кет. Ал алдыңғы видеода 5000 ұтып алған адам осы адам. Егер сен де 5000 ұтқың келсе, керемет комментарий жазып арнаға жазылып лайк басып кет. Және алдыңғы видеолар керемет қаралым жинады. Лабу туралы. Егер достар Диана күй жақсы көрсеңдер, тағы да лайк арнаға жазылып кет. Достар, онда көзбен бастайық. Арнаға жазыл, лайк бастаймыз. Султанус, 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 таранаға жазыл лайк бас. Султанус, 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 ютубер красавчик. Бикини Ботам, ядролық апаттың қалдығы. Бикини Ботам, Губка Бобтың тұратын суасты қаласы. Бұл атау кейісоқ таңдалмаған сияқты. Себебі шынайы өмірде Бикини аталы деп аталатын жер бар. Ол ақш 1946-1958 жылдары ядролық сынақтар жасаған Маршалл аралдарында аймақ. Бұл сынақтар қоршаған ортаға орасан зор зиян келтірген. Ал кей теорияларға сенсек, дәл осы сынақтардың әсерінен теңіз астындағы тіршілік иелері мутацияға ұшырап, Губка Боб әлеміндегі кейіпкерлерге айналған. Губка Боб кәдімгі ыдыс жуатын губка емес, тірі сөйлейтін сезімтал мутант. Сквидвард, Патрик, Планктон барлығы адам ертегісінен туған қиял емес, апаттың зардабынан пайда болған мутант формалар. Планктон соңғы саналы тірі жан. Планктон әрқашан зұлым жау ретінде көрсетіледі, бірақ оның әрекетін талдай отырып, кейбір көрермендер оны мүлде басқа қырынан көре бастады. Ол ақылды, технологиялық меңгерген, логикамен ойлайтын жалғыз кейіпкер, ал оның қарсыластары аңғал, шулы, кейде мағынасыз әрекет ететін тіршілік иелері. Бұл теория бойынша Планктон шын мәнінде тірі қалған сана иесі. Ол мутанттарға қарсы соғысып жүр. Оның қытырлақ краб есебінде қызығушылығы жай ашкөздік емес, технологиялық немесе генетикалық құпияны ашу талпынысы. Мистер Краб пен Перли отбасылық құпия. Мистер Краб Шаян, Перл Кит. Биологиялық тұрғыдан алғанда бұл мүмкін емес.
Мультфильмде бұл сұрақ ешқашан түсіндірілмейді. Бірақ теория бойынша Перл мистер Крабстың туған қызы емес. Ол өлген отбасының баласы. Крабс оны асырап алған, немесе одан да қорқыныштысы Перл мистер Крабстың қандай да бір тәжірибесінің нәтижесі болуы мүмкін. Ол кетке ұқсас, бірақ теңіз шаянымен байланысы бар тіршілік иесі болуы да ықтимал. Губка-Бобтың шын бейнесі. Губка-Боб әрдайым күліп жүреді. Бәріне көмектесуге дайын. Жұмысына ғашық. Патрикпен ойнап өмірге риза секілді. Бірақ бұл шынайы ма? Көптеген көрермендер оның қылығын зерттей келе, оның депрессияның, жалғыздықтың және жалған қуанышын символ ретінде қарастырады. Оның күнделікті жұмысы қайталанады. Достары шын мәнінде оны түсінбейді. Сквидвард оны жек көреді, ал бастығы тек пайда іздейді. Ол мәңгі күлкісімен ішіндегі бос орнында жасырып жүрген жан сияқты. Сквидвард шығармашылықпен айналысатын, музыка мен өнерге жақын кейіпкер. Бірақ оны ешкім түсінбейді. Ол қазір қоғамдағы көп шығармашылық жандардың символы. Арманы көп, таланты бар, бірақ қоршаған орта оны қабылдамайды. Теория бойынша Сквидвард адамзаттың өнерге деген суықтығын құрбаны, және оның тұжырымындағы кейіпкер бүкіл мультфильм ішіндегі ең шынайы әрі адамға жақын образ. Шынайы өмірдегі шабыт көздері. Бұл мультфильмнің авторы Стивен Хелленберг теңіз биологиясы маманы болған. Ол мұхит тіршілігіне қызыққан және әр кейіпкердің артындағы ғылымына негіз жатқан. Бірақ мультфильм сәттілік жеткен соң басқа сценаристер мен продюсер оны комедияға, ал кейде тіпті психологиялық сатираға айналдырып жіберді. Кейбір серияларда қатты өзгерген визуалды стиль, шектен тыс эмоция, тіпті қорқынышты кадрлар бар. Мысалы, Сквидвардтың суицид туралы қауесеттер интернетте вирус секілді тараған. Губка-Боб шалбар тек күлкілі мультфильм емес, оның астарында адам психологиясы, қоғам сыны, ядролық апаттар салдары және жалған қуаныш сияқты терең мәселелер жасырылуда. Мүмкін бұл теориялар шындық емес шығар, бірақ олар біздің балалық шақта көрген образдарға ересек адам ретінде қайта қарап, өзіміздің ішкі дүниеміздің түсінуге көмектесетін маңызды құрал болуы да мүмкін. Сен үшін Губка-Боб тек мультфильм бе, әлде шындыққа жақын сұмдық па? Достар, осылайша біз видеомыз аяқтаймыз. Арнаға жасыл лайк басып кет. Қош, сау бол. Sultanos, 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 Тарана жазыл лайк бас. Sultanos, 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 ютубер красавчик.